Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін осындай мясной пирогтың рецептін ұсынамын. Бұл өте керемет болып шығатын мясной пирогтың рецепті песочный тестомен. Міндетті түрде қарап көріңіздер. Алдыменен салмасын дайындап аламыз. Мен ол үшін сиыр етін қолдандым. Жалпы негізі тартылған ет, яғни фаршты да қолдануға болады. Тіпті жаңағы тауықтың етін де қолдануға болады. Мен сиыр етін қолдандым. Сиыр етін қолданған кездегі ең басты қағида өте кішкентай ұсақ етіп турау керек. Себебі егерде ірі қылдырып турайтын болсаңыздар, іші піспей қалуы мүмкін. Ұсақ етіп турасаңыздар міндетті түрде піседі. Енді мен оны өз опытымнан айтып тұрмын. Мен жасаған кезде ол осы ұсақтаған түрінде пісті. Міндетті түрде еттің майын да қостым. Енді картопымызды да осылай ұсақ етті турағанда етіп ұсақтап турап аламыз. Және де дәл осы позицияда, яғни ұсақ етіп пиязымызды да турап аламыз. Енді осыған тұз бұрышымызды қосамыз. Мен бұрыш қостым. Және де азғантай мөлшерде өсімдік майын қостым. Шамаменен 2 ас қасықтай, бірақ мен көз мөлшермен қостым. Және де дәміне қарай тұз қосамыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Енді қамырын жасап алғанға дейін араластырып қоя тұрамыз. Кішкене жаңағы тұз бұрышы етімізге сіңіп алсын. Енді қамырын жасаймыз. Ол үшін бір жұмыртқаны жарып, үстіне қаймақты қосып араластырамыз. Кейін осы массамызға ерітілген сары майымызды қосамыз. Менде сары май сәл ыстықтау болды, сол себепті мен араластыра отырып қостым. Жаңағы жұмыртқа пісіп қалмау үшін. Кейін қопсытқышты қостым. Қопсытқыш шамамен жарты қасықтан сәл аздау. Кейін осының үстіне ұнды қосамыз. Қыздар, ұн жалпы 350-400 грамм, одан көп қоспаңыздар. Себебі қамырды ұнменен тым қатты жаңағы забивайтап тастауға болмайды. Жаңағы бұл песочный тесто болғандықтан сәл жаңағы жұмсақтау болады. Кейін тоңазытқышқа бір 10-15 минутке қойғаннан кейін қатып жақсы болады. Енді салмамыз дайын, қамырымыз дайын. Қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігі сәл үлкендеу, бір бөлігі сәл кішірек болуы тиіс. Үлкен бөлігін қазір ысып алатын боламыз. Ол біздің жаңағы пирогымыздың астыңғы бөлігі болады. Енді жайып аламыз. Астыңғы жағы сәл қалыңдау болуы тиіс. Өйткені ол основасы болып саналады. Қамыр өте жеңіл жайылады. Не қарасаңызда, тіпті мен жаюға ұнды көп мөлшерде қолданып жатқан да жоқпын. Шын айтса, өте ыңғайлы. Жалпы бұндай қамырмен песочный тестомен жұмыс істеу өте ыңғайлы. Жақсы жұмыс істелінеді. Енді осыны противеньға жайып аламыз. Енді осының үстіне салмамызды салып аламыз. Менде азғантай мөлшерде астынан сөлі бөлінді. Мен ол сөлін салмаймын, себебі езіліп кетеді. Қазір жаңағы қамырым. Сол себепті осылайынан жан-жағын барлығын жайып аласыздар. Кейін осының үстіне енді екінші бөлігін қазір жаңағы жаятын боламыз. Мен жаңа үстіне азғантай мөлшерде сары майым қалған. Үстіне жаңа сары майымды сала салдым. Тіпті осылай сары майды салуға болады, бірақ ол міндетті емес. Мен мана еріткен кезде астыңғы бөлігінде сәл сары май ермей қалыпты. Сол жаңағы ермей қалған сары майымды
салманың үстіне сала салдым. Енді екінші үстіңгі қабатының нанын жайып аламыз. Түнгі жағындағы қабатының нанын негізі жұқа қылдырып жайған дұрыс. Ең дұрысы оны жұқа етіп жайған. Бірақ мен бүгін кішкене сәл қалыңдау қылдырып жайып жүрмін. Негізі жұқа етіп жайыңыздар. Енді осыны үстінен төсеп, шеттерін жауып, өріп шығасыздар. Егерде өру білмейтін болсаңыздар, жай ғана қаттырақ қысып шығыңыздар, міндетті түрде қаттылап жабыңыздар, себебі ашылып кетуі мүмкін. Мен жаңағы өрдім шеттерін. Осы жерде тағы да ескерте кетейін, міндетті түрде жақсылап тұрып жабыңыздар, себебі қамыр ашылып кетуі мүмкін. Енді қамырымыздың үстін жұмыртқаның сарысымен жағамыз. Қыздар, жалпы жұмыртқаның сарысына кішкентай мөлшерде сүт қосуға болады. Немесе жұмыртқаның сарысы болмаса, үстіне сүт жағуға болады. Сондықтан альтернатива өте көп. Мен жұмыртқаның сарысымен жақтым. Кейін осылайынан 4 жерден тілімдер жасайсыздар пышақпен. Ортасын міндетті түрде тесесіздер. 180 градусқа мен 1 сағатқа қойдым. Қызып тұрған 180 градусқа пешке қыздар 1 сағатқа қойып пісіресіздер. Енді әркімнің пеші әртүрлі болады, қарап отырасыздар. Осындай болып піседі. Барлығы пісті, уайымдамаңыздар. Еті де пісті, картөбі де пісті. Осындай сочный, керемет болып шығады. Қамыры барлығы пісті толықтай. Песочный тестомен жасалады. Жасап көріңіздер міндетті түрде.